Барлығыңызға қайырлы күн достар. Флоппи пай тортының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ақ өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Қажет заттардың барлығын видеоның астына қалдырамын. Шоколадқа менде Қазақстан шоколады, сары майды салып, микроволновкада немесе су буында ерітіп аламыз. Жоғарғы пайыздағы майды пайдаланыңыздар. Еріткен кезде байқаңыздар, шоколадты күйдіріп жібермеңіздер. Екі жұмыртқаға қантты салып, миксермен араластырамыз. Жұмыртқалы масса 4-5 есе ұлғаюы керек. Тым қатты ыстық, тым қатты салқын емес, жылы шоколадты массаны қосып араластырамыз. Ұнға разрыхитель мен какаоны салып, ұнды електен өткізіп араластырамыз. Какао менде Малайзия түрі кондитерлік дүкендерде сатылады. Немесе Қазақстан рахат какаосын қосуға болады. Жиырма екі диаметрде 3 корж шығады. Пергамент қағазын қиып аламыз. Осы кезде пешті қыздырып қоямыз. Пергамент қағазға формасын шығарып аласыздар, дәл видеода көрсетілгендей. Жақсы сападағы пергамент қағазын қолданыңыздар, еш нәрсе жабыспайтын. Менде Поклан фирмасынікі. Тестаны теңдей 3 бөлікке бөліп алыңыз. Бір тегіс етіп, барлығын жайып шығамыз. Спатуланың көмегімен осылай барлығын бір тегіс етіп жайып шығамыз. Мендегі құрал спатула деп аталады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай піседі. Қант пен творожный сырды миксерлейміз. Сливкиді қосып араластырамыз. Сливки міндетті түрде жоғарғы пайыздағы холодильникте тұрған болуы қажет. Бірден сатып алғаннан кейін қоспаңыздар, кремдеріңіз шықпай қалады. Міндетті түрде холодильникте тұрған салқын болуы қажет. Да кремнің шығуы миксердің күшіне де байланысты. Бір келкі өзінің формасын ұстап тұратын крем дайындаймыз. Кондитерлік қалташаға салып
кремімізді жағып шығамыз. Менде насадка номері 806. Вупи пайға арналған насадка. Насадка болмаса, кондитерлік қалташаның басын кесіп тастап қойсаңыз болады. Осындай астына жаюға арналған қағазға кішкене крем жағып, үстінен кожамызды қоямыз. Кремдерімізді осылай шарик жасап, барлығын жағып шығамыз. Сливки мен шоколадты су буында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Қатты ыстық емес, салқын емес, жылы шоколадты ганашты үстінен құямыз. Барлығын бір тегіс етіп, слай құйып шығамыз. Неке дайын болды. Шоколадты ганашымыз кішкене қатуы қажет. Одан кейін әсемдей берсеңіздер болады. Тортымыз дайын болды. Өте әдемі, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тағы да оригинал рецепттер салатын боламын. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.